интернеттен мәліметтер жүктеуді үйренеміз. Жалпы интернеттен мәліметтерді алу көптеген қосымшаларға керек функция. Былай шамамен 90% интернет қолданушылар қосымшалардың. Интернетпен жұмыс істеу үшін біз HTTP пакетін қолданамыз. Сол үшін келесі қадамдарды орындау керек. Біріншіден HTTP пакетін қосу. Одан кейін HTTP пакетін қолданып желі сұраныстарын жасау, алған жауапты Dart объектісін түрлендіру, осы мәліметтерді Flutter арқылы экран бетіне көрсету. Енді осы қадамдарды жеке-жеке қарастырып кетейік. Біріншіден HTTP пакеті қосу. HTTP деген бұл Flutter'дың дерекханасы болып табылады. Ол интернет арқылы керек мәліметтерге сұраныс жасауға мүмкіндік береді. Сондықтан осы пакетті қосуды үйренуіміз керек. Жалпы Flutter'да дерекхананы қосу үшін бізде арнайы файл бар. Ол pubspec.yaml деген файл. Осы жерде dependencies деген аймақ бар. Осы аймаққа біздің дерекхананы қосу керек. Енді дерекхананы табу үшін біз Google'дан HTTP Flutter деп терсек, бізге нәтижеге ең бірінші парақша ашады. Сол парақшадан оны қалай орнатуға болатынын көруіміз болады. Жалпы мынау pub.dev деген ол Flutter'ның дерекханаларын сақтайтын сайт болып табылады. Осы жерде түрлі дерекханаларды табуға болады. Енді мына жерде қысқаша сол дерекхананың сипаттамасы жазылған және мысалдар көрсетілген. Мына HTTP сұраныстарын қалай жасауға болатынын және осы дерекхананы біздің жобаға қалай қосуға болатынын көрсек болады. Яғни мына сөзді аламыз да көшіреміз. Және бізде dependencies деген жерге қосамыз. Осыдан кейін pub-get деген батырманы басу керек. Сол кезде Flutter осы дерекхананы біздің жобаға көшіріп алады. Енді осы дерекхананы көшіргеннен кейін біз осы дерекхананы қолдана аламыз. Ол үшін бірінші біз services деген фолдер құрайық. Және сол жерде web services деген Dart'тың класын құрайық. Web services get dependencies деп баса салайық. Енді біз web services деген класты құрдық. Және осы жерге біз future HTTP response объектісін көрсетіп кетеміз және функцияның атын беріп кетейік. Get request деп жазайық. Жалпы егер API функциялармен жұмыс істеуді білсеңіз, ол жерде сұраныстың түрлері болатынын білсеңіз болады. Мысалы get сұранысы ол әдетте интернеттен, API функциядан, сайттан мәліметтерді алу үшін қолданылады. Одан бөлек post request деген бар. Post ол керісінше қосымшадан бэкэндке, яғни сайтқа мәліметтерді жіберу үшін қолданылады. Одан бөлек delete деген request бар. Ол жаңағы бэкэндтегі мәліметті өшіру үшін қолданылады. Сол сияқты түрлі
сұраныстар бар. Бірақ біз көбіне get және post сұраныстарын қолданатын боламыз. Енді осы жерде мына мысалды қарап кетейік. Мысалға мына жерде get сұранысы қалай қолданылатынын көруімізге болады. Бірінші мына URL-ге біздің API функциямыздың параметрлері көрсетіледі, яғни домені қандай және оның мекен-жайы қандай. Одан кейін мынандай http.get арқылы біз сол сұранысты жасай аламыз. Енді біз мына дерекхананы қостық және оны біздің файлға қосуымыз керек, импорттауымыз керек. Ол үшін жоғарыда көрсеткенімдей http деген сөзді қостық. Сол кезде бізде мына http.response деген астында жаңа қызыл қате болған, ол жоқ кетті, өйткені осы классқа мына объект жүктелді деген сөз. Енді бізге iOS-та енді ондай рұқсат сұрау керек емес. Сондықтан бізге Android үшін мына рұқсатты қосуымыз керек. Бұл рұқсат деген, яғни осы рұқсат бар болса ғана біздің қосымшамыз интернетке сұраныс жасай алады деген сөз. Енді әр Android жобаларында Android manifest.xml деген файл болады. Соны тауып алайық. Бұл Android жобасының баптау файлы болып табылады. Ол жерде бізге керек рұқсаттарды қосуға болады. Осы рұқсатты қосу үшін бізге мына сөзді көшіріп алу керек. Және бұл рұқсат әдетте осы application ішінде орналасады. Сондықтан осыны осылай көшіріп қоя саламыз. Енді біздің сұранысты орындайық. Бірақ сұранысты орындамас бұрын мен сіздерге бізге керек API функцияны сипаттап кетейін. Жалпы мынандай керемет сайт бар, JSON placeholder деген. Егер осыны ашсақ, мынандай сайт ашылады және осы сайтта неше түрлі API функцияларды көруге болады. Мысалға, post деген API функция бар, ол JSON форматында бізге мәліметтерді беріп отырады. Одан бөлек albums деген бар. Альбомда әр альбом user ID бар, өзінің ID бар және title бар, яғни альбомның аты. Енді осы мәліметті біз жүктейтін боламыз жобаға және осы мәліметті list view ретінде көрсететін боламыз экран бетінде. Енді осыны қолдану үшін бізге ең алғаш модель жасау керек. Модель дегеніміз ол осы JSON объектіні біздің Dart түсінетін классқа айналдыратын функция десек болады. Енді осы бүкіл функцияны бүкіл мәліметті көшіріп, осы сайтқа мына өріске қойсақ және осы жерде класстың атын беріп кетсек, мысалы albums деп, және generate dart деген бассақ, онда бізде автомат түрде осы мәліметтерді оқи отырып, мына классты генерациялап береді. Кейін осы классты біз объект ретінде қолдануымызға болады. Енді көріп тұрғаныңыздай, мына жерде user ID, ID, title деген бар. Сәйкес түрде user ID, ID, title деген бар. Мына жерде albums.from.json дегеніміз, ол бізде осы JSON-ды
мына альбом объектісіне айналдыратын функция болып табылады. Ал мынау керісінше осы объектіден керісінше JSON-ға түрлендіруге мүмкіндік береді. Енді бізге осы мәліметті жүктеу үшін мына функцияны көбіне қолданамыз. Сол үшін бүкіл функцияны көшіріп алайық, альбомс дегенді. Енді мына Android жобасын жауып тастайық, lib фолдерімізге қайтып келейік. Бұл жерде енді әдетте модельді бөлік фолдерға сақтайды, сондықтан біз жаңа фолдер құрайық. Ол үшін new package деу керек, және models дейміз. Және осы models'ın ішінде біз өзіміздің albums деген классымызды құрып кетейік. Albums дедік. Енді осы жерге өзіміздің albums деген генерацияланған классымызды қосайық. Неке біз моделімізді қостық. Жалпы егер білсеңіз, MVP деген модель болады, яғни Models View Controller. Model деген ол деректерді алуға мүмкіндік береді. Controller деген сол деректерді өңдеуге мүмкіндік береді. Ал View деген сол деректерді экран бетіне шығаруға мүмкіндік береді. Енді біз мына жерде модельді құрып отырық. Осы модель арқылы біз деректерді оқып, оны кейін өңдеуге мүмкіндік аламыз. Енді веб-сервиске барайық. Және тағы бір айта кететін жайт, ол utilities деген фолдер құрамыз. Және осы жерге өзіміздің керек мына категорияларға кірмейтін, бірақ жұмыс барысында қолдану болатын класстарымызды жазып кетсек болады. Мысалға, constants деген класс құрсақ болады. Бұл класста біз API функцияларының мекен-жайын сақтасақ болады. Constants. Енді string, мысалға бізде server URL деп мекен-жайды беріп кетейік. Және бізде server URL деген ол мына домен болып табылады. Сол доменді біз көрсетіп кетуіміз керек. Одан бөлек бізде мысалға жеке-жеке API мекен-жайларды беріп кетуімізге болады. Мысалға, альбомды шығару үшін albums API деп беріп кетсек болады. Және сол альбомсын мекен-жайын беріп кетсек болады. Енді осы мәліметтерді бердік. Енді осы мәліметтерді біз әрі қарай қолдансақ болады. Үшін алдына final static беріп кетейік. Мынақты керісінше екен, static. Ол бізге объект құрмай, бірден сол мәліметтерді оқуға мүмкіндік береді. Енді біз мынақты веб-сервисқа қайтып келейік. Алдында көріп кеткеніміздей, бізге біріншіден URL-ді құруымыз керек. Ол үшін оны көшіріп алайық.
URL деген біздің API функциямыз қай жерде орналасқанын анықтауға мүмкіндік беретін объект. Ол жерде біріншіден сервердің домені көрсетіледі, екіншіден API функцияның мекен-жайы көрсетіледі, және үшіншіден мына жерде параметрлер көрсетіледі. Бізде бірақ параметр әзірге жоқ, сондықтан бізге тек қана сервердің домені мен IP-дің мекен-жайы керек. Енді біз мысалға var server URL деп және constants нүкте дейміз, сервер URL дейдік. Яғни константадан сервер URL деген айнымалының мәнін оқып, оны мына айнымалыға меншіктедік. Енді осы айнымалыны біз мына Google API-сінің орнына қоюымызға болады. Енді келесі ол API мекен-жайы. Бізде get request жалпы әртүрлі сұраныстарды орындауға қолдануға болатындықтан, ол жерде параметр ретінде біз IP мекен-жайды қабылдауымыз керек. Сондықтан жазып кетейік API URL деп. Және осы API URL-ді біз мына жерге қойып кетсек болады. Кейін осы альбомдарды шығаратын кезде альбом API мекен-жайын осы жерде көрсетіп кетеміз. Енді біз URI-ді бердік. Енді бізге HTTP GET request жасау керек. Ол үшін біз не істейміз? Мынаны көшіріп алайық. Мына жерге қояйық. Мына жерде await деген ол асинхронды орындалатын операцияның нәтижесін күтуге мүмкіндік береді. Яғни мына функциямыз нәтиже қайтармайынша бізде осы командадан кейінгі командалар орындалмайды деген сөз. Бірақ бірден айтып кететін жайт, осы await деген кілттік сөзді қолдану үшін біз async деген біздің функциямыз асинхронды болу керек. Сондықтан басқан кезде бізге async деген модификацияны қосуға мүмкіндік береді. Осыны басқан кезде бізде async деген кілттік сөз қосылды. Енді қатерлік жойылды. Енді осы респонсты біз нәтиже ретінде қайтара аламыз. Ол үшін респонс дедік. Бізде осы функцияны HTTP сұраныстарын жасауға қолдануға мүмкіндік болады. Енді бізде мына жерде альбомс емес, альбом, өйткені бір ғана альбом мәліметтерін сақтай алады бұл функциямыз. Сондықтан бізге альбомдардың тізімін сақтау үшін бөлек класс құру керек. Ол үшін класс дейміз да, альбом дейміз, альбомс. Және осы класста біз біріншіден айнымалын анықтап алуымыз керек. Ол list болады әрине. Және оның сақтайтын мәліметі ол альбом. Яғни мына альбомдардың тізімін сақтайтын объект болады бізде. Және осы объектілерін, яғни альбомдардың тізімін осы айнымалыға меншіктеу үшін ол жерге де бөлек функция жазуымыз керек. Ол үшін былай жазамыз. альбомс дейміз. Және мына жерде бізде list болады. Және оның типі dynamic болады. Осы жерде енді біз list айнымалысын
меншіктейміз және оған бос тізімді беріп қоямыз. Енді осы JSON albums деп беріп қояйық. Енді осы тізімді толықтыру үшін біз append функциясын қолданамыз, бірақ append функциясын қолданудан бұрын біз мына мәліметтерді тізімге қалай айтсам болады, осы мәліметтерді оқып, осы жеке-жеке мына объектілерді сол тізімге қосуымыз керек. Ол үшін біз біріншіден мына объектіні алдық және осы объектіні цикл арқылы оқып шығамыз, яғни for each. For each'та бізде элемент деген параметр бар, яғни бұл цикл орындалған кезде біз әр мына элементті жеке-жеке оқып шығамыз. Және сол элементті түрлендіруге мүмкіндігіміз болады. Енді бізде былай жасақ болады, list нүкте append add. Және осы элементті JSON элементті былай жасайын, түсінікті болсын, JSON элементі. Осы JSON элементті біз альбом объектісіне түрлендіруіміз керек. Ол үшін альбом нүкте from JSON деп жазып кетеміз. From JSON және оның параметр ретінде JSON элемент болады. Болды. Енді осы функцияны шақырсақ, біздің мына JSON массивін, тізімін осы листке оқып сақтап береді. Енді біз альбомсқа тағы да бір функция қосуымыз керек. Ол функция сол IP мекен-жайы бойынша интернет арқылы сұраныс жасап, сол JSON объектісін оқитын функция болу керек. Ол үшін біз не істейміз? Біріншіден әзірге void дей салайық, және albums request деп атын қойып қояйық. Оның әзірге параметрлері жоқ және қайтаратын мәні де жоқ. Бірақ бізде веб-сервистер бар, және сол веб-сервистер арқылы сұраныс жасай аламыз. Сондықтан біз сол сұраныс жасайық. Бірақ ең алдымен бізге string, яғни API мекен-жайын оқып алуымыз керек. Constants нүкте дейміз да, мына albums API дейміз. Яғни осы айнымалыға мына мекен-жайды біз сақтап қоямыз. Және осы мекен-жайды веб-сервиске параметр ретінде береміз. Ол үшін біріншіден вардик response кейін дейміз да, web services нүкте get request дедік. Және осы API URL-дің орнына albums URL API дедік. Яғни осы response келген кезде біз сол response-тың ішіндегі мәліметтерді, яғни мына мәліметтерді оқи аламыз. Бірақ оқымас бұрын HTTP-де статус код деген нәрсе бар. Ол статус код егер 200 болса, онда ол мына мәліметтер сәтті берілді деген
мағынаны білдіреді, яғни бэкэндте ешқандай қате болған жоқ, бәрі сәтті орындалып, сізге нақты мәліметтерді жіберді деген сөз болады. Және осындай кодтардың неше түрлілері болады. Мысалға 404 деген ол бұндай мекенжай жоқ дегенді білдіреді. Мысалы 401 деген ол авторизация орындалмады деген сөзді білдіреді. Осындай статус HTTP кодтарын оқуға кеңес берер едім, өйткені осы бэкэндпен жұмысты жақсартуға осы кодтар өте қатты көмектеседі. Яғни біз егер статус коды 200 болса ғана сол мәліметтерді оқитын боламыз, сондықтан осындай. Енді респонстан статус кодты оқып алайық. Мына жерде айтпақшы await деген кілттік сөзді ұмытып кеттім, сондықтан оны қосуымыз керек. Сәйкес түрде мына функциямыз асинхронды болады. Енді нүкте десек, бізде статус код деген қасиет бар екенін көруімізге болады. Оны 200-бен салыстырамыз. Егер 200 болса, онда бәрі керемет деген сөз. Сондықтан біз әрі қарай осы мәліметті оқып объектіге түрлендіруімізге болады. Ол үшін мынандай JSON decode деген функция бар, соны қолдансақ болғанды. Біріншіден var listing albums нүкте from JSON дейік. Және осы жерге response нүкте body деп беріп кетеміз. Бірақ оны параметр ретінде бермес бұрын, оны біз JSON decode деген функция арқылы түрлендіруіміз керек. Сол кезде әрі қарай осы объектімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Окей, енді мына жерде мінекей fetch albums деген функцияны мысалы көрсетіп кеткен. Осы жерде енді біз future albums емес, future albums дейік. Және осыны функцияның нәтижесі ретінде қайтаратын боламыз. Яғни біз осы функцияны орындаған кезде бізде альбомдардың тізімі қайтарылатын болады. Енді мына жерде егер 200-ге тең болмаса, онда қате туындау керек, сондықтан біз оны жазып кетейік. Through exception дейміз. Және HTTP request error деп жаза салайық. Яғни осы 200-ге тең болмаса, онда мынандай қате туындап, біздің қосымшамыз тоқтап қалады деген сөз. Және осыны кейін біз мысалға экран бетіне шығарсақ болады. Мына жерде енді albums request емес, fetch albums дей салайық. Өйткені мағына бойынша осы fetch деген әлдеқайда үйлесімдірек болып келеді. Енді бізге my homepage-де бізге осы листіні экран бетіне шығару керек болады. Ол үшін біз біріншіден my homepage-ді редактордан шығаруымыз керек. Яғни осы листіні экран бетіне шығару үшін біз біріншіден my homepage-ді редактордан шығаруымыз керек. Сосын біз экран бетіне шығару үшін
future дейміз. Albums future деп кетейік. Және albums болады. Осы albumsты жүктеп алайық. Енді әр state класында init state деген функция болады. Бұл функция build функциясы сияқты алдын ала анықталған болып келеді. Ол не істейді? Мына state құрылған кезде мына функция бірінші орындалады, бір-ақ рет. Содан кейін мына build деген функция орындалады, және осы init state кезінде біз өзіміздің айнымалыларымызды анықтап алсақ болады. Сол үшін біз жазып кетейік. Мысалы, albums future дейміз да, мысалы, albums нүкте fetch albums деп жазып кетеміз. Түсінікті, мына жерде albums'тың конструкторын жазып кету керек, мынандай сияқты. Albums this нүкте list деген қосу керек. Осыдан кейін бізде мына жерде ешқандай проблемасыз қолдануға болады. Яғни бұл функциямыз не істейді? Бұл функция HTTP сұранысын жібереді, және келген мәліметті albums объектісіне түрлендіріп, мына айнымалыға меншіктейді. Бірақ бұл жерде бізде await деген функциямыз жоқ, яғни кілттік сөзіміз жоқ, сондықтан мына жерге бірден мәлімет жазылмайды. Ол мәліметті біз бірнеше мысалы секундтан кейін ғана қабылдаймыз да, сондықтан сол мәліметті күтетін функция жазып кетуіміз керек. Ол үшін біз future builder деген функцияны қолдансақ болады. Ол функциямыз қандай мәліметті күтіп жатқанымызды беруге мүмкіндік береді. Мына жерде структурасы беріліп кеткен, яғни future builder деп жазамыз, сосын қандай мәліметті күтетінін жазамыз, және жақшаның ішінде future деген қай айнымалының мәнін күтеміз деген мағынаны білдіреді, және builder деген ол сол мәлімет келген кезде не істеу керек, соны көрсетуге мүмкіндік береді. Сондықтан осыны жазып кетейік. Біріншіден жақшаны қостық, және future деген кезде біз мына айнымалының атын береміз. Одан кейін builder дейміз да, context дейміз, және бізде snapshot деген айнымалы болады. Соны беріп кетейік. Енді осы жерде біз өзіміздің шартымызды беріп кетеміз. Біріншіден біз мәліметіміз келді ме, келген жоқ па, соны тексеруіміз керек. Ол үшін has data деген қасиетті тексеруіміз керек. Егер has dataның қасиеті true болса, онда біз ары қарай сол мәліметті оқитын боламыз. Егер false болса, онда ары қарай жібере саламыз. Мына жерде дефолт бойынша, мысалы, circular progress indicator деген көрсетеміз. Яғни сұранысты жіберген кезде біз уақытша индикатор көрсетіп отырамыз, прогресс бар.
яғни ол бүйтіп айналып тұрады. Және егер мысалы бізде мәлімет жоқ болса әзірге, онда біз сол прогресс барды көрсетеміз. Егер мәлімет бар болса, онда прогресс барды алып тастап, ары қарай біздің мәліметтерді көрсетеміз. Бұдан бөлек бізде мынандай нәрсе бар, мысалы else if деп кетейік. Snapshot нүкте has error десек, онда ары қарай белгілі бір қате бар деген мағынаны білдіреді. Ол кезде біз мысалы text деймізді http request error деп экран бетіне көрсете салсақ болады. Енді мәліметтердің өзін оқиық. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Біріншіден var дейік, list дейік, және snapshot нүкте data деген қасиеті бар, және сол dataның ішінде бізге керек list деген болады. Осы арқылы біз осы мәліметті тізім ретінде алатын боламыз. Енді осы тізімді list view ретінде экран бетіне шығарайық. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Біріншіден return дейміз, және алдында көрсетіп кеткенімдей list view нүкте builder дейміз, және бізге item builder'ды көрсетіп кету керек. Ол үшін бізде біріншісі context болады, екіншісі position болады. Және осы list view'да қанша элемент бар екенін көрсетіп кетейік. Егер ұмытпасаңыздар, онда ол қасиет item count деп аталады, және ол жерде list нүкте length деп беріп кетуіміз керек. Енді бізде position бар, сондықтан осы position бойынша элементтерді шығарайық. Ол үшін бізге list tile деп жазуымыз керек, және ода title деген функциямыз бар, яғни қасиетіміз бар. Сол қасиетке осы lisттағы элементтерді меншіктейік. Біріншіден бізде тізімдегі позиция бойынша элементті оқуымыз керек. Ол бізге альбом деген объектін қайтарады. Сол альбом деген объектіде бізде title деген қасиет бар. Сол title деген қасиетті оқып алсақ болады. Және оны text деген виджеттің ішіне орналастыру керек. Мінекей. Өтірілікте қояйық. Мінекей біздің функциямыз біткен сияқты. Енді оның қалай орындалатынын біз тексеріп көрейік. Мінекей енді қосымшамыз қосылды. Қате орын алды деп тұр. Енді осы қате неге пайда болған біз тексеріп көрейік. Ол үшін біріншіден біз мына функцияға қайтып келсек болады. Мына жерге breakpoint қоямыз, және debug режимді қосамыз. Яғни осындай қателердің болуы ол қалыпты жағдай. Кейде керек десеңіз 100 шақты қате шығуы мүмкін бір кішкентай қосымшаның өзінде. Сондықтан осы debug арқылы ары қарай тексерсеңіз болады. Енді debug'ты қосайық.
Мінекей біріншіден альбомымызды тексерейік. Дұрыс екен. Енді мына жерге брейкпоинт қойып жібере салайық. Және респонсқа қандай мәлімет келетінін көрейік. Бұл жерде бізге ұрсып жатыр. Немеге ұрсып жатыр, көрейік. Format exception дейді. Шамасы мына HTTP-ді алып тастау керек шығар. Комменттерді салайық. Тағы да жер көрейік. Сондай қателер орын алып жатса, мына жерден қарауға болады. Мысалы, мына жерде ешқандай HTTP жоқ екен. Шамасы осы HTTP-дің кесірінен болса керек. Сондықтан күте тұрайық. Мінекей көріп тұрғаныңыздай, мынау прогресс бар шығып тұр қазір экран бетіне. Өйткені бізде мына жерде көрсетіп кеттік, яғни қате де жоқ болса, мәліметте де жоқ болса, онда прогресс бар көрсету керек деген. Енді әлгі қатеге қайтып келейік. Бізге мінекей респонс қайтып келді. Енді соның статус кодын оқып көрейік. Мінекей статус код 200 деп тұр. Демек бізде мәлімет бар деген сөз. Және сол мәліметтерді көрейік оқып. Ocean evaluate expression деп бассақ, мінекей мәліметтер бізге JSON форматында келіп тұрған көруімізге болады. Енді осыны жібере салайық. Мінекей бізде мәліметтер list view ретінде шықты. Енді осылай HTTP сұраныстарын жасауға болады. Айтып кеткендей, мына gеттен басқа post деген бар, мысалы HTTP нүкте post десек болады. Нүкте post десек, онда біз әдетте телефоннан сайтқа қарай мәліметтерді жібереміз. Сол кезде post сұранысын қолданамыз. Бұдан бөлек delete деген бар. Оны енді сіздің API функцияңызға қарай қолдана бересіздер ғой. Мінекей осы HTTP сұраныстары.